Мына пайғамбарымыз алейхиссалам бұл дүниеден өтуі де бұл керемет. Аллаху субхану ва тағала кімді жіберді? Азраилді араби киімде жібереді. Бұл не? Пайғамбарлар Аллах Тағала несі? Араби киіммен барып, сен ұрсат сұра дейді. Хабибіме бар. Ұрсат болса жанын ал дейді. Жібереді. Пайғамбар алейхиссалам неде жатыр? Айша анамыздың бөлмесінде жатыр. Жанында кім бар? Сүйікті қызы, көзінің қуанышы, жүрегінің жемісі Фатима анамыз бар. Ана кеп есікті қағады. Ассаламу алейкум ахлул бейт деп. Сонда Фатима анамыз айтады, бүгін Расулла әкем біреумен жолуға оның шамасы жоқ. Төсек тартып жатыр десе, ана есікті қағады. Екінші мәрте, үшінші мәрте. Сонда пайғамбарымыз басын көтеріп, "Я Фатима" dedi. "Ey Фатима, сен кімге жауап беріп тұрсың?" дегенде, "Бір адам келіп тұр, кіруге рұқсат сұрап жатыр" дегенде, "Айналайын қызым, сен адамға емессің, жауап беріп отырған жоқсың. Ол адамдар ләззатты тоқтата тұрған адам, зат, адамдардың арасынан адамды жеке бөліп алып кете тұрғанға жауап беріп тұрсың" деді. Ол кім еді? Мәләкул маут Азраил еді. Ассаламу алейкум, ол не қылды? Кіріп келді. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам алейкум ассалам дегеннен кейін айтты, "Менің бауырым кім қайда?" деді. Жабраил. Бірінші аспанда дегенде ол да не қылды? Кіріп келді. Азраилдан сұрады, "Сен зиярат қып келдің бе, жоқ әлде жанымды алып кетуге келдің бе?" деген еді. "Әлбетте Расулулла, зиярат қылуға келдім, бірақ рұқсат болса жаныңызды да алып кетемін" деді, аманатты. Жабраил келген кезде, "Яхи Жабраил" деді. "Бауырым Жабраил" деді. Жабраилді бауырым дейтін. Өйткені айтып жатыр, исламдағы 5 туысқандық. Біреудің әке-шешесі бір, екінші біреудің әкесі бір, шешелері басқа, үшінші біреудің шешесі бір, әкелері басқа, төртінші бір не емшектес, бесінші мына исламдағы бауырымыз. Исламдағы бауырға періштелер де кіреді, нелерде жындар да кіреді. "Бауырым Жабраил, бүгінгі күннен хабарың бар ма?" деген еді. "Аспан әлемінде бүгінгі күнден хабарсыз ешкім жоқ" деді. Аллаху субхану ва тағала 7 жаһаннамның есігін жауып, 8 жәннаттың есігін ашып, бүкіл періштелер тізіліп тұр, жәннат жайнап тұр. Сіздің қасиетті жаныңызды қолма-қол алып, жәннатқа кіріп кетуге дайын тұр деді. Пайғамбар алейхиссалам кетіп қалған жоқ. Сол кезде де бізді ойлады, құрметті жамағат. Не деді? "Раббым менің үмметіме не дайындат" деді. "Раббым менің үмметіме не дайындат" деді. Аллаху субхану ва тағала бүгін үкім шығарды. Үмметіл Мұхаммад жәннатқа кірмей, басқа пайғамбарлардың үмметін жәннатқа кіру харам деді. Бір жерге кезекке тұрсаңыз, 200 адам болса, сіз соның артында тұрсаңыз, мысалға қажылыққа барайын деп атсыз, виза алайын деп атсыз, 200 адамнан тұрсаңыз, анаяқтан біреу шығып, "Бауырым берке" деп өткізіп жерсе, сен қандай не қыласың? Қуанасың. Жәннатқа кірейін деп тұрған адамдар болып тұрса, үмметіл Мұхаммад келді, босатыңдар, орынды босатыңдар. Бұдан үлкен не жоқ? Бұдан үлкен неғмат жоқ. Аллаху субхану ва тағала өзіне үмметі пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам осылай кетті. "Ас-салат, ас-салат, ва ма малакат айманукум" деді. Намазға ықтият болыңдар. Өздеріңнің қол астындағыларға не болыңдар деді? Ықтият болыңдар деді. Әйелің ба, ұлың ба, қызың ба, қолыңдағы жұмысшыларың ба, бәріне әділдік қылуың керек. Ұлдарыңа да әділдік қыл, қыздарыңа да әділдік қыл, бәріне әділдік қылу керек. Құдайдың берген перзенттері. Әділеттік қылмасаң қиын болады. "Күллүкум райин ва күллүкум мас'улун ан раятихи" Әрбірің басшысыңдар, әрбір өзінің қол астындағыдан сұралады.